Саламатсыңдар ма, балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі сабақ Smiles 3-ші сыныптың 56-57 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақ ұнаса видеоға лайк басамыз, тіркелмесең подписаться басып кет. Ал егер де тіркелсең, көп рахмет. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Postman, пошташы. 22-ші тапсырма Read and complete. Оқы және аяқта. Then listen and check. Одан кейін тыңдап, тексер дейді. Ал біз ең алдымен тыңдалым тапсырмасын тыңдап аламыз. This is Mr. Bell. He's a postman. He works at the post office. He gets up at 7 o'clock every day. He rides his bike to work. He brings our letters and parcels. Mr. Bell gives Buster, my dog, a biscuit every morning. He's so nice. By Frank. Енді мәтінді оқиға. This is Mr. Bell. Бұл Mr. Bell. He is a postman. Ол пошташы. He works at the post office. Ол пошта бөлімінде жұмыс жасайды. He gets up at 7 o'clock every day. Ол күніге таңертең 7-де оянады. He rides his bike to work. Ол жұмысқа велосипедімен барады. He brings our letters and parcels. Ол біздің хаттарды және сәлемдемелерімізді алады. Mr. Bell gives Buster, my dog, a biscuit every morning. Mr. Bell менің итіме Бастерге күніге азанда печенье береді. He's so nice. Ол сондай жақсы. By Frank. Фрэнктен. Үшінші тапсырма. Read and choose. Оқы және таңда дейді. Бірінші сұрақ. Which job is easier for you? Саған қандай жұмыс оңай? A chef, B I cook. Әрине A шефтің жұмысы. Екінші сұрақ. Do you like Dana's new house? Сен Дананың жаңа үйін ұнаттың ба? A ok, anything else? Тағы не керек? B yes, it is in a quieter street. Ол өте тыныш көшеде орналасқан. Демек, екінші сұрақтың жауабы B. Үшінші сұрақ. It's cheaper to buy meat at the supermarket. Супермаркеттен ет сатып алған арзан ба, әлде қымбат па дейді. B. Oh, really? Ой, рас па? Where is the meat? Ет қайда орналасқан? Үшінші сұрақтың жауабын A деп алайық. 24-ші тапсырма. Let's sing. Ән айтайық. Әнді тыңдап көрейік. Drink, what's in your bag? A lotion or a bandage? Doctor, drink, what's in your bag? An apple or a sandwich? Postman Bell, what's in your bag? Bell пошташы, сумкаңда не бар? A parcel or a letter? Посылка ма немесе хат па? Postman Bell, what's in your bag? Пошташы Bell, сумкаңда не бар? A card or something better? Карта ма немесе одан да жақсы ма? Доктор Дрейк, what's in your bag? Дрейк дәрігер, сумкаңда не бар? A lotion or a bandage? Лосьон ба немесе бандаж ба? Доктор Дрейк, what's in your bag? Сумкаңда не бар? An apple or a sandwich? Алма ма әлде сэндвич пе?
25-ші тапсырма. Sitting up, ойлан дейді. What have they got in their bags? Олардың сумкаларында не бар? Look and match, қара және сәйкестендір. Then say, одан кейін айт. The greengrocer has got a green pepper and apples in his bag. Көкөніс сатушыда сумкасында жасыл түсті перец және алмалар бар. The doctor has got plasters and lotion in her black bag. Дәрігердің сумкасында пластырлер және лосьон бар. The baker has got bread and muffins in his bag. Нан пісірушінің сумкасында нан және маффиндер бар. The postman has got letters and parcels in his bag. Пошташының сумкасында хаттар және посылкалар бар. Осымен біздің 56-57 беттегі тапсырмаларды орындап болдық. Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ ұнаса видеоға лайк бас. Каналыма тіркелмесең подписаться басып, қолдап кет. Келесі сабақта кездескенше сау бол.